Сәлем, сіздермен бірге Анара Қайрат және бұл Easy ағылшын. Бүгінгі біздің тақырып WH questions, немесе қазақ тілінде сұраулы сөздер. Неге олай аталады? Себебі барлығы дерлік сұраулы сөздер ағылшын тілінде WH әріптерінен басталады. Ал олардың оқылуында біраз ерекшеліктер бар, және де олардың аудармаларын қарастырамыз. Бірінші қатарға қарайық, бұл сөздерде H әріпі оқылмайды. Жай ғана W-ді оқып, арғари оқып кете береміз. Мысалы, what. H әріпін оқымаймыз. What. Не деген мағынаны білдіреді. Көбінесе киноларды көрсеңіздер, what деп жатады. Не? What? Келесі, where. Қайда? Мысалы, көп естіген мектептен үйренген сұрақ бар. Where are you from? Сен қайдансың? Where. Қайда? Where are you from? Келесі, when. Қашан? When. Мысалы, сенің туған күнің қашан? When. Қашан? When's your birthday? Why? Неге, не себепті? Мысалы, сен неге ағылшын тілін оқып жүрсің? Why are you learning English? Why? Неге? Which? Қайсысы деген мағынаны білдіреді. Мынау ма? Қайсысы? Which one? This or this? Which? Қайсы? Which one? Ал екінші қатардағы сөздерді қарасаңыздар, WH әріпінен кейін O әріпі жүріп тұр. Егер WH-тен кейін O әріпі жүрсе, WH Х деп оқылады. Х. Мысалы, who? Кім? Who's your favorite actor? Кім сенің сүйікті актерің? Кім? Who? Who's your favorite actor? Whose? Кімнің? Whose is this shirt? Мынау кімнің жейдесі? Whose? Кімнің? Whose shirt is this? Келесі, whom? Кімге? Whom? Кімге? Whom, exactly? Ал және бөлек үшінші қатарда бір ғана сөз көріп тұрсыздар. How, неге бұны бөлек жаздым? Себебі WH-тен басталмайды. How, қалай деген мағынаны білдіреді. Оп-оңай тағы да сұрақ, қалың қалай? How are you? Видео ұнаған болса лайк басуды ұмытпаймыз, және де достарымызға айтып көрейік, мүмкін олар да ағылшын тілін оқығысы келіп жүрген шығар. Және де мен арналарыма жазылыңыздар. Easy ағылшын менің инстаграмым және ютубта Анара Қайрат деп іздесеңіздер шығады. Көптеген тағы да видеолар салуға тырысамын. Тағы қандай тақырыпта видео түсіргенімді қалайсыздар, комментарийде жазсаңыздар болады. Рахмет, сіздермен бірге Анара Қайрат, бұл Easy ағылшын. Айтпақшы, мен Тараз қаласынанмын, және де 12-ші мөлтек ауданда менің курсым бар. Сол жақта сабақ беремін. Болмаса басқа қаладан болсаңыздар, Skype арқылы сабақта өткіземін. Үлкен рахмет. Сау!